Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 113-ші сабақ дара және күрделі етістік. Мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтаймыз, қатені табамыз және оны түзеп жазамыз, иә? 38-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Бір қаз өзенде жүзіп жүріп, өзін-өзі мен қандай ғажап құспын, жерде жүремін, суда жүземін, ауаға ұшамын, мендей құс бар ма екен дейді. Мұны әтеш естіп, оған бекер мақтанасың, сен аттай шаба алмайсың. Әр істі шала білгенше, бір істі тәуір білген жақсы емес пе? Дейді, иә, авторы Спандияр Көбеев. Мәтіндегі негізгі ойды анықта дейді. Мәтіндегі негізгі ой әр істі толық жақсылап меңгерген дұрыс екені жайлы, иә. Енді осы мәтінге ат қой дейді. Біз мәтінге ақылды әтеш немесе мақтаншақ қаз деп ат қойсақ болады. Етістіктерді тап дейді мәтіннен. Бұл мәтіндегі етістіктер жүзіп жүріп, жүремін, жүземін, ұшамын дейді. Естіп, мақтанасың, шаба алмайсың, білгенше білген деген сөздер не істейді деген сұраққа жауап беріп, етістік болып тұр, иә? Мысалға, жүзіп жүріп деген ол екі сөзден құралған күрделі етістік. Және шаба алмайсың дегенде екі сөзден құралған күрделі етістік, қалғандары дара етістік болады. Енді 39-ші жаттығу сурет бойынша әңгіме құрастырып жаз дейді. Суретте біз қоян және оның көжектерін шөптің үстінде отырғанын көреміз, иә? Бұл сурет бойынша былай мәтін құрастырсақ болады. Қоян көжектерімен серуендеп, балаларын қоршаған ортамен таныстырып, шөпті қалай жеуге болатынын үйретіп жатыр. Кішкентай көжектер қуанып секіріп бір-бірімен жарысып ойнауда. Олар бақытты және анасының жанында өздерін қауіпсіз сезінеді. Осылай сурет бойынша өзіміз осындай немесе тағы басқадай өз ойларыңмен әңгіме құрастырып жазып көрсеңіздер болады. Келесі 40-шы жаттығу қатесін тап және түзеп жаз дейді. Тоты әдемі құс, ол Африка, Австралия ормандарында тіршілік етеді. Ол кім? Бұл не кітабынан алынған мәтінді қатемен жазып қойған екен. Біз қатесін түзеп былай жазамыз. Тоты әдемі құс, ол Африка, яғни П емес, Ф жазылады, Австралия дегенде ИА емес, Я жазылады екен. Ормандарында тіршілік етеді деп қатесін түзеп жазып аламыз. Шығармашылық үзіліс 41-ші жаттығу пирамидадан 7 әріптен тұратын етістікті тапқан етістікті тор көздерге орналастыр дейді. Мінеки пирамидадан қызыл белгімен көрсетіп қойдым. Сайрады деген етістікті тауып, мына тор көздерге орналастырамыз, яғни 7 әріптен тұратын етістік не істеді? Сайрады. Мінеки суретте көрсетіліп тұр, құс сайрап отырғанын. Соны тауып осылай тор көзге жазып алсақ болады екен. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелмеген болсақ, тіркелуді ұмытпайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.